Сәлем, бұл ағылшын тілінен ұбт талдау. Бүгін 10 сұрақты талдайтын боламыз. Сіздерге пайдалы болатынына сенімдімін. Бірінші сұрақ. Similar meaning of the word lively. Lively сөзінің ұқсас мағынасы. Lively деген сөз тірі, жанды деген мағынаны береді. Енді варианттарға қараймыз. А. Shy, ұялшақ. Б. Lazy, жалқау. С. Active, белсенді. Д. Silent, тыныш. Тірі, жанды деген сөзге мағынасы әрине С варианты active, белсенді деген сөз ұқсайды. Екінші сұрақ. Synonym of gentle. Gentle сөзінің синонимі. Gentle деген жұмсақ деген сөз. Енді варианттарға қараймыз. А. Kind, мейірімді. Б. Shy, ұялшақ. С. Silent, тыныш. Д. Lazy, жалқау. Енді жұмсақ деген сөзге әрине А варианты. Kind, мейірімді деген сөз синоним болады. Үшінші сұрақ. Antonym of hardworking. Hardworking деген еңбекқор деген сөздің антонимі, яғни қарама қарсы мағынасы дейді. А варианты. Noisy, шулы. Б. Polite, әдепті. С. Shy, ұялшақ. Д. Lazy, жалқау. Әрине еңбекқор деген сөздің антонимі жалқау деген сөз lazy болады. Төртінші сұрақ. Correct preposition in phrasal verb. Фразалық етістіктегі дұрыс preposition. They made his face to look like a clown. Олар жасады бетіне клоун сияқты. Бетін клоун сияқты жасады. Бұл жерде бізде made into, made up, made for, made of барлығы да жасау деген мағынаны береді, бірақ адамның бетіне макияж жасау деген сөз әрине make up болады, яғни made up. They made up his face to look like a clown. Олар бетіне клоун сияқты, макияж сияқты жасады деген мағына береді. Бесінші сұрақ. The right variant of preposition for phrasal verb. Фразалық етістікке дұрыс варианты. Дұрыс варианттағы preposition. It is our station. Ол біздің станция. Please get the bus. Өтініш автобустан түсейік деген мағына беру керек қой. Автобустан түсу деген фразалық етістік әрине get off болады. В варианты get off. Басқа варианттағы prepositionдармен де get off деген шығу, түсу деген мағына береді, бірақ дәл автобустан түсу деген сөзге біз get off деген фразалық етістікті қолданамыз. Correct variant. Дұрыс варианты. Book in this section is about the history of sports. Кітап, бұл бөлімдегі кітап спорт тарихы туралы. Is деп тұр, бір ғана кітап сияқты айту керек болады. Варианттарға қараймыз. Others, басқалары. Other, басқа. Another, бұл да басқа деген мағына береді. Д варианты every, әр деген мағынаны білдіреді. Бізде бұл жерде every деген сөз көбірек мағынасы сәйкес келеді. Every book in this section is about the history of sports. Бұл бөлімдегі әр кітап спорттың тарихы туралы деген мағына береді. Жетінші сұрақ. Correct word to fill in the gap. Дұрыс сөзді
толықтырыңыз. Everybody happy when the rain stopped. Жаңбыр тоқтағанда барлығы бақытты болды деп айту керек. Себебі сөйлем өткен шақта тұр, The rain stopped. Жаңбыр тоқтағанда барлығы бақытты болды. Әрине бізде өткен шақта қай сөзді қолданамыз? А вариантында was сөзін қолданамыз. В вариантында are ол present continuous'та қолданылатын көмекші етістік. С вариантында will future simple'да қолданылатын көмекші етістік. Д вариантында is ол да present continuous'те қолданылатын to be етістігі. Бізде А варианты was өткен шақтағы көмекші етістік қолданылады. Everybody was happy when the rain stopped. 8-ші сұрақ. Correct option. I didn't have, so I didn't complete the test yesterday. Мен кеше тестті аяқтай алмадым. Өткен шақта болып тұр сөйлем. Енді неге аяқтай алмады? Біз дұрыс сөзді табуымыз керек. А варианты too enough time. Too enough time деген бізде дұрыс құралмаған. Себебі too деген сөз тек қана зат есімнің noun және adjective сын есімнің алдында қолданылады. Ал бізде enough деген сөз ол үстеуге жатып кетеді. Adverbке жатады. Яғни to деген сөзден кейін adverb қолданылмайды. А варианты дұрыс емес. Too enough time деп айта алмаймыз. В варианты enough time жеткілікті уақыт деген білдіреді. С варианты time enough. Time деген сөз enough деген сөздің алдында қолданыла алмайды. Бұл да дұрыс емес вариант. Д варианты too many time. Бұл жерде қате не нәрсе болып тұр? Бұл жерде many деген сөз қате болып тұр. Many деген сөз тек қана саналатын зат есімдердің алдына қойылады. Countable noun алдына қойылады. Ал бізде time уақыт деген саналатын зат есім емес, саналмайтын зат есім. Uncountable noun, yes. Сондықтан Д варианты too many time дұрыс емес. Сонда бізде бір вариант, В варианты enough time сәйкес келеді екен. I didn't have enough time, so I didn't complete the test yesterday. Мен жеткілікті уақыт болмады, содан мен кеше тестті аяқтай алмадым. 9-ші сұрақ. Correct adjective. Дұрыс сын есім. We wanted to visit the theater, but the tickets were too... Қандай? Сын есімді табуымыз керек. Біз театрға барғымыз келді, өткен шақта болып тұр, бірақ билеттер қандай? Өте қандай деген сын есім табуымыз керек. А варианты horrible, қорқынышты. В варианты expensive, қымбат. С варианты boring, іш пыстыратын. Д варианты delicious, дәмді. Бұл жерде әрине бізде В варианты expensive, қымбат деген сөз келеді. We wanted to visit the theater, but the tickets were too expensive. Біз театрға барғымыз келді, бірақ билеттер өте қымбат болды деген мағына береді. 10-ші сұрақ. Countable noun, саналатын зат есім. А варианты creature, жаратылыс. В варианты electricity, электр энергиясы. С варианты juice, шырын. Д варианты friendship, достық. Бұл жерде бізде достық саналмайды, juice, шырын саналмайды, electricity, электр энергиясы саналмайды. Бізде сонда дұрыс вариант А варианты creature, жаратылыс. Саналатын зат есім болып тұр. Жалғасы 10 сұрақтан бастап 20 сұраққа дейін ертең тағы да 10 сұраққа талдау шығаратын боламын. Егер
түсінікті болса лайк басып менің каналыма жазылып қой.